Енді биыл күзде Қызылорда облысының Шиелі ауданында қазақтың үлкен ғалымы, Ленин сыйлықтың лауреаты, кешегі Ұлттық ғылым академиясының президенті, Маңғыстаудың жерасты байлықтарын халыққа ашып сыйлап кеткен Шахмардан Есеновтің 90 жылдық құрметіне болған айтыстың бас жүлдесін жеңіп алған біздің Мейірбек Сұлтанған ортаға шығады. Мейірбекпен айтысатын ақында осал емес, бекарыс демалыста жүргенде Шымкенттің қазіргі бас ақыны Қалижан Білдашев. Бұл Қалижан Ақсуат айтысында Тастакеевтер тағайындаған 1 жылдық стипендияның иегері Шоғайып Сезімханмен бірге. Ал ақында Ай жолыға бермейміз ғойо күнде біздер, жалғансын тарихтағы жүрген іздер. Ағайын екі ақынды қолдаңыздар, қол соқсаңдар тоқтауды білмеңіздер. Микрофонды үрлеген оу асекеңдей, шабытымның желкенін үрлеңіздер. Игигигаккоу агигайы, агигигаккоу игагагагагагай. Қасыма Қалижандай ағам кепті, бұйырған жұбым болып сан дүлдүлден. Аспанбекпен шығасың деп едіңіз, ақырында уажүке салдың кіммен? Шымкент шаһарынан келіпсің деп әзілді мен айтпаймын, әркім білген. Әкімдерің кетіптау көшелерді шайтан арба тебем деп шаңғып жүрген. Сіздің қала қалай деп сұрағанға, біздің қала зың ғой деп әңгіп жүрген. Сіз жайлы біраз дерек зерттеп едім, қажетті ақпаратқа қандым бірден. Бекарыс қызметке кетіп еді, орнына басақым боп алдың бірден. Одаққа Еркебұланның орнына Жүкеңе Қалижанды замғып жүрген. Жүрсін аға, айтыстың ең басында ескерілет дедіңіз, әрбір жүлдең. Жүлде алған тек ақындар қатысат деп шеңберінен шықтың ау заңның мүлдем. Ринат қатыспайтын болып еді, орнына қосылып алдың бірден. Қалижан қалай кіріп кетті екен, ол жағын ағайынға қалдырдым мен. 13-ші аймақтың жігіттер 14 облысты да таңғып жүрген. Қалайсың Қалижандай қарсыласым, қанша жыл ұйықтаса да қалғып жүрген. Айтыстан өз орынын таппағасын, ақындардың бос орынын аңдып жүрген. Игигигаккоу агигайы, агигигаккоу игагагагагагай. Ақалеке болсаңыз да қатты қызба, шаппа-шап шайқасатын шартты бұзба. Балық аулап жеймін деп баяғыда байғұс қасқыр құйрығын сапты мұзға. 30-ға келгеніңше сол секілді үйіңде үміттеніп жаттыңыз ба? Жүкең бізді соңғы кез көп мақтайды, білмеймін ондай сөзге лайықтымыз ба? Шымкенттің бас ақыны дейді сізді, сол сөзді естіп рахатқа баттыңыз ба? Қалеке бұл деңгейге қалай жеттің, қара шалдың қабағын бақтыңыз ба? Мақсат құсап балдызы болмасаң да, балдай тілмен жанына жақтыңыз ба? Көкем дейтінің жаман еді, көкеңіздің көңілін таптыңыз ба? Оңтүстікте бас ақын болатындай, облыстың көшін алға тарттыңыз ба? Көпбай атаң секілді арқаланып, көптің жүгін арқаға арттыңыз ба? Бергісі бекарыстай шаршы топта, шашаңа шаң жұқтырмай шаптыңыз ба? Айтыста шашың ғана сөз болады, тарауға табылмайда уақытыңызда. Қалижан қашан келіп кетеді деп, Қалижан қашан келет деп жүрдейді, Шаштаразға жолығып қайттыңыз ба? Уажүке бұл сөзіңе сенбей тұрмын, мен сіздің күдігім бар фактыңызға. Бас ақын деген сөзді Қалижанның басына қарап тұрып айттыңыз ба? Игигигаккоу агигайы, агигигаккоу игагагагагай.
Құдай-ай, мынау қандай күйге жеткен, күшіктей шәуілдейді үйне жеткен. Біреудің бос орнын аңдып жүр деп, кем қылмай көрсеттің ау күйгелектен. Әрине бас ақымын бассыздардың көздеріне көкшібін имелеткен. Торғай бас қуыс кеуде боп отырсын, қайыршы секілденіп сидам еткен. Басыңа сай ілмеген денеңде бар, сен сонда валет деген биге кеппең. Жүрсінді адам танымай деп тұрмысың, інішек жөн сөйлеуді үйренеппен. Ерманып ел танымас ақындардың талайын сахнаға сүйреп өткен. Түбі сенен шаштази шығады деп, мені де жақсырыммен түйреп өткен. Асекең бұл әзілді түсінеді, өзі түзу шығарар ирелектен. Басқа қарап алатын айтыс қой бұл, жан басқа қарап алар кино деп пен ай. Ай, ақымба ел алдында желпінбесе, серіма ел алдында серпілмесе, айтыс болама ағайындар, іштегі шерміңімі шертілмесе. Азаттықтың тойы ғой алаш күткен, еркін ел болдық міне еркін десе. Өз қолымен өшірген ел аман ба, өршіген империяның өртін кеше. Бет қаратпай айтса береміз ғой, артыңда ерім дейтін ел тұр десе. Халқымның төленері өлмейді ғой, қазақты жойып барып өлтірмесе. Азаттықтың айтысы сенді өтет деп, ақындар аспан қатты бөркін кеше. Жүрсіннің де мойнынан жүк түспесет, жігерін қайта жиып желпінбесе. Ермановтың атына мін болмай ма, айтысты Алатауға келтірмесе. Алматының халқына сын болмай ма, желтоқсанның тойында жең түрмесе. Ай, бісміллә, екі бірдей топқа түстер. Алқын баспыз алға деп ат салысыл. Мейірбектей мықтымен шыққан кезде, ал жаратқан тілменен жаққа күш бер. Туылған 86 ызғарында мен едім отан деген от намыстер. Мен туған жыл желтоқсан алаңында азаттық деп аянбай топқа түстел. Өз қолым өз аузыма жетпеуші еді, ол кезде күшіндеді социалистер. Сен болсаң 93-те туылғансың, тәуелсіз туғаныңды мақтаныш көр. Сен туғанда тамаша заңдар туып, жаңа ережелермен көп табыстел. Шекара туралы заң қабылданып, көбейді өз шешімін тапқан істер. Бұл күнде сол шекараң паражайлап, өтуде көп Қытаймен топ кәрістер. Сол жылы арал жайлы заңда шығып, арал қайта толат деп шаттан істел. Бұл күнде заңым барда аралым жоқ, көл таусар болды ғой көп табыскер. Дәл сол жылы құтылып рубльден теңгесімен риза боп қауыштел. Бұл күнде ақшамыздан көп болып тұр, сол теңгеге қатысты соттақ істер. Енді сен кеп отырсың, едіреңдеп жақпай жүр сендер жасап жатқан істер. Құрдастардың атынан сен сөйлеші, ішіндегі сенсің ғой жақсы айтыскер. Өзіміздің балдар ғой деген сайын қаншып біттіңдер ғой 93-тер ай. Ағамыз 86 мақтанды ғой, жалаңды 93-ке жапқанды ғой. Ияра, сіз туған жыл әр жүректе желтоқсан желі болып жатталды ғой. Санамызда ер жүрек, Ербол Ләззат Сәбираның ерлігі сақталды ғой. Қалеке керек болса, мен де айтайын, жылыңды тек бір жақты мақтауды ғой. Сен туған жыл Колбинге тұғыр беріп, Димаштың астындағы тақталды ғой. Алаңда қызғалдақтай қыздарымыз кеңестің табанында тапталды ғой. Мыңдаған жас оқудан шығарылып, жүздеген жас жазықсыз сотталды ғой. Денемізге мәңгілік дерт боп кірген Чернобыльдің қайғысы қатпарлы ғой. 31 мың қандастың отбасында ол күннің қасіреті сақтаулы ғой.
Жұмабек Тәшеновті кім білмейді, саясаттың сойқаны соққан дүлей. Солтүстікте түгелдей облысыңды Хрущевтің қолынан ап қалды ғой. Қазаққа қайта келмес сол Тәшенов сен туған жыл бақиға аттанды ғой. Ал мен туған жыл байқасаң 93-те маңдайымда беселі бақ болды ғой. КСР-дан құтылып Қазақстан республика дейтұғын атталды ғой. Біз тұрған Алматыда ресми Астана болып сол жылы шаттанды ғой. Шекараңды шегендеп Жұмабектің арманын артындағы ел атқарды ғой. Алаштың арда туған арыстары 93-те түгелдей ақталды ғой. Елдің жүгін тартатын кез келгенде арбаңды артқа олай тартқанды ғой. Тәуелсіздік тойына келіп тұрып, шаяңдай тіліңменен шаққанды ғой. Алашым, ақыным деп ел сені ардақтайды, ел сені ақыным деп ардақтайды, өзіңнің өткеніңді даттауды ғой. Қазақтың жетістігін біз айтпасақ, Қырғызда Атамбаев айтпайды ғой. Оу, Қалекең сөйлегенде қас қақпайды, бітпейтін бірегесті бастақ қойды. Жаңағы айтқан Чернобыль апатында ғасырдың зардабы деп босқа айтпайды. Атом ядросынан келгенін деді. Ойласам жанарымды мәңгілік жас қаптайды. 93-те атомнан бас тартқанбыз, жұртымды кетпесін деп жасқап қайғы. Атымнан бірінші боп бас тартқан ел деп бізді сыртымыздан дос мақтайды. Тымыды бұлай тұрсын біздің татулықта, біздің ел әлемде де көш бастайды. Егемен ел болғалы 26 жыл, ел болдым арманым мен мақсаттайғы. Азаттықты ақындар жырлағанда алаштың абыройын ақсатпайды. Шапалақ пен дем берер халқым барда, шайырлардың шабыты асқақтайды. Тойына ақындарды шақырмаса, бойына бұғалықтың аспатпайды. Атымнан бас тартқанмен біздің қазақ, ақыннан ешқашанда бас тартпайды. Оу, жүлдені сұрап алмай жұлып алар. Болсаңда бұл айтыста жұбым адал. Ініңізге дауысың жақпай отыр, ішігекпен түйеде ыңыранар. Орманда адасқандай айғайлайсың, жан секілді жол іздер тірі қалар. Күшенген адам емес, күрескенде күші көп адам ғана жығып алар. Аюда қорыққаннан ақырады, айғайыңның өзіндік сыры болар. Біздің айтыс бейне бір оркестр ғой, бас дирижер кім десең мені болар. Әрбір ақын аспаптай музыкалық, ел алдында өзіндік құны болар. Қалиып Айбек ағам қоңыр қобыз күңіренсе қорқыттай жыры болар. Ринат екі басты домбыра ғой, халықтың шаттығы мен мұңы болар. Серікзат Дүйсенғазин Ямахадай көп көріне бермейді бүгін олар. Аспанбек Шұғатайып рок-гитара делебеңді қоздырар шуы болар. Мақсат ағам кәдімгі жетіген ғой, сұлуларға ашады сырын олар. Сыбызғыдай сызылған әсем ақын әсерлі құлағында үні қалар. Иранғайып Күзембайып балалайқы Сарорысқа ұқсайтын түрі де бар. Жансаяны баянға теңеп жатсам, оралдықтар өздері оғып алар. Шалқарбай Ізбасарып контрабас салмағы бір түйенің жүгі болар. Ал енді сен барабан секілдісің, білмеймін қадіріңді кім ұғалар. Ал енді барабанға кезек бердім, таяқпен тарсылдатып ұрып алар. Даңғырлаған даусына әңгіме жоқ, ішінде не бар екен, іліп алар. Ай, інішек дұрыс сөзге шатылмаған, қарғадай боп жөнбекен қақылдаған. Анадан құлап болып тусаңдағы ағаға артық кетпес ақылды адам. Інімді білімді деп мақтау жедім, жігерінің жалыны лапылдаған. Танауын көтеріле бастапты ғой, ойларыңды жеткіздің ақырмаған.
Жаман ешкі секілді бақылдаған сендейлердің талайын тақымдағам. Даңғырлаған барабан емеспін мен, айтыстың автоматем сатырлаған, өлеңнің пилеметем сақылдаған. Мен де сені теңейім бір аспапқа, жөн шығар бұл сөзімді мақылдаған. Оркестрдің тұратын ең соңында аспаптардың ішінде топырлаған, жаман тайдан кесіп ап жасай салған, тай тұяқ боп шықтың ғой, тақылдаған. Ай, басыңда титті ақыл қалмаған ба? Адам істіп сорлай ма сорлағанда? Басыңдағы бармайды іске қоссай 93-тегі істерді талдағанда. Жақсысын мен жаманға шығармаймын, белгілі ол елге де олмағанда. 92-лер қойып ед не бүлдіріп, жоқ әлде біреу қорлаған ба? Ақтасаң 86-ны ақтасайшы, біреуді мықты болсаң қорғағанға. 86 бәрібір 86, сенің дөкпең жоқ шығар ол заманға. Ағалардың алдына түсеміз деп інілер жығылада ордан ұрға. Сен мынаны есіңнен шығармашы, 93-тің дәуірін толғағанда. Рухани жаңғырып отырмасең, сен 90 жаңғырығы болмағанда. Ау, барабан десем ағам, шамданған ба? Суға кетіп баратып талғармауда. Ешкіні тақымдаған сені көрдім, өлеңінің тіркесі жанданған ба? Тай тұяққа теңедің мейірбекті, оған бірақ ініңіз шамданған ба? Тай тұяққа таласып күреседі, Евразия мен әлемдік балуандары да. Ерді тұлпарды тұяқ сақтар, мақалдан асып сол енді мән болған ба? Сондықтан бұл сөзіңе ренжімеймін, өзіңе берген екен талғамдалла. Айтыс дейтін тұлпардың жер тарпыған, тұяғы бола білсем, арман бар ма ой? Мейірбек Сұлтанған, Астана. Қазылар, бірыңғай оң көтір. Кішкене бұлай батылда көтерсеңіздерші, екі ойлы болмай. Бірыңғай оң Мейірбек Сұлтанған. Қалижан Білдашев, Шымкент. Қалижан Білдашев, Шымкент. 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10. 3 9-ы бар.